Сәлем достар, бүгін сіздермен сүзбелі пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сүзбе, ұн, сармай, жұмыртқа, қаймақ, қант қажет болады. Үкіштен сармайымызды өткізіп аламыз. Үкіштен өткен сармайдың үстіне ұнды салып, екеуін жақсылап араластырып, крошка жасаймыз. Қопсытқышымызды үстіне салып жібереміз. Бәрін жақсылап араластырып, 2 ас қасықты қантымызды салып, оның үстіне 1 жұмыртқаны шашып жібереміз. Қант ерігенше араластырып, аздап құрғақ заттардың үстіне салатын боламыз. Біраз қасық қаймағымызды салып, оның үстінен жақсылап араластырып, қамыр етіп билеп аламыз. Қамырымыз біздің дайын. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Формаға мен пергамент қағазын сулап салдым. Сол кезде кез келген формаға икемделіп, жайғаса кетеді. Қамырды 2 бөлікке бөліп алдым. Астыңғы бір үлкен бөлігі астына кетеді, кішкентай бөлік 4 жанына. Қолмен жақсылап, асықпай жайып аламыз. Песочный теста болғандықтан тез ортасы бір-біріне ыдырап кетеді. Сондықтан асықпай жемендеп жайып аламыз. Қамырда қатты қалың емес, мен барлық жеріне жұқалап жайып шықтым. Неге дегенде қазір піскеннен уақытында ол үлкейіп, формадан асып кетуі мүмкін. Сондықтан қатты қалың емес, жұқа етіп жайып шыққан абзалырақ. Біздің формаға қамырымыз дайын болды. Енді оны 30 минут холодильникке қойып қоямыз. Енді салмасына көшетін боламыз. Ірімшікті саламыз. Құрғақ болу керек. Жақсы ірімшік құрғақ болып тұрады. 2-3 қасық қантты саламыз үстінен. Оны жақсылап араластырып, оның үстіне мен ванилин салдым. Бірақ ол қатты маңызды емес, енді таңдауыңызға байланысты. 1 жұмыртқа, бір ас қасықты қаймақты салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Дайын болған салмамызды қамырдың үстінен біркелкі етіп салып, тегістеп жайып шығамыз. Салмамызды бір тегіс етіп жайып болған соң, сәндік үшін мен қатырылған майданаларды пайдаландым. Қарақатты пайдалансаңыздар да болады. Егер жоқ болатын болса, онда қатты маңызды емес. Әр пеш әртүрлі пісіретін болғандықтан, корочкасына мән беріңіздер. Піскен кезде шеті сарғайып, қызғылт түске еніп тұрады. Жасап көріңіздер, сізбен бізге ас болсын. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Ортасын тексеріп көріңіздер тағы таяқшамен. Ас болсын, сіздермен бірге болған Мөлдір.